Сәлем достар, бүгін адамның эмоционалды түрлеріне шамалы тоқталып өтсем деп отырмын. Жағымпаз адам, яғни үнемі жағымпазданып, өзгеге көпшік қойып жүретін адамдар болады. Не үшін деп ойлайсыздар? Себеп өзін басқалар байқамай қалады ма деп ойлайды бұндай адамдар. Сол себепті өзгелерді мақтау арқылы көзге түсуге тырысады. Шешімі біреуді мақтау күту маңызды ма біреуден, әлде өзіне деген құрмет маңызды ма, осыны анықтап алу керек бұл адамдарға. Одан кейін келесі түрі оқшауланып жүретін адамдар болады. Яғни бұлар адамдармен ашық араласуға қорқатын адамдар, иә. Себебі айнала мені жаралайды, мені ешкім түсінбейді, ауыр сөздер айтуы мүмкін деп сондай бір адамдардан сақ болып жүретін адамдар болады. Бұндай адамдарға істеу керек, керісінше адамдармен көп араласу керек. Әр адам болса сонша ой болатын түсіну керек. Елдің сөзін қабылдап үйрену керек екен. Келесі эмоционалды түрлерге тоқталатын болсам, сын айта беретін адамдар болады. Отыра қалып, анантта жақтырмайды, сын айтып отыратын адамдар. Не себепті деп ойлайсыздар? Себебі сын айтатын адамдар, олар өзіне сенбейтін адамдар. Өзін білімін төмен екенін, өзін деңгейін төмен екенін біреуді сынау арқылы өзінің эгосын кормить етеді, былайша айтқан кезде. Шын мәнінде ішкі деңгейі көп нәрсе жасай алатынын білет, бірақ сынау арқылы өзін былайша айтқанда артық санайды. Енді бұндай адамдарға самооценканы көтеру керек, шешімі. Келесі өсек айтатын адамдар болады. Көбіне әйел адамдар, өсек айтатын адамдар. Бұл кісілерге не жетпейді деп ойлайсыздар? Бұл кісілер сыртқы материалдық нәрсемен өзіне назар аудартуды жақсы көретін адамдар, яғни сомен өлшейді, сомен назар аударуға мән береді. Бұл кісілерге шешім, яғни тоже өзін бағалауын көтеру қажет. Келесі шағымданушы адамдар болады. Үнемі шағымданып жүреді. Мынау да ұнамайды, анау да ұнамайды. Бұндай адамдарға не істеу керек десеңіз, бұл адамдарға бұл өзіне сенбейтін адамдар. Бұлар біреуден шешім күтіп жүретін адамдар да, бұл шағымданатын адамдар. Бұл кісілерге кішкене өзіне сенімділік қалыптастыру керек та, өзі шешім қабылдап үйрену керек. Сол кішкентай кезінен бір сондай сенімсіз өсірген да бұл кісілер. Сондықтан бұлар бар нәрсені шағымданып, кінәлап, сөйтіп жүреді да бұл кісілерге. Бұл кісілерге кәдімгідей самостоятельность дейді, жауапкершілік керек та бұндай адамдарға. Шешімі. Одан кейін мынандай келесі эмоционалдық түр, басқаларды бақылауға ұмтылып ұстағысы келетін адамдар болады, басқарғысы келетін адамдар. Ал не үшін себебі дейтін болсаңыздар, бұлар абырой төгіліп қалудан қорқатын адамдар. Яғни біреу мен абыройымды төге ма, мен неме нұсқан келе ма, яғни өзінің авторитетін ойлап жүретін адамдар болады. Ешкімге сенбейді бұл адамдар, өзіне ғана сенеді, өз күшіне ғана сенеді. Бұндай адамдарға шешімі өзгелерге сеніп, өзгелерге иек артып үйрену қажет. Адамның эмоционалды түрлері өте көп. Достар, мен бүгін негізгілеріне тоқталып өттім. Біраз күн болды видеоға шықпай кеткеніме. Бүгін Алматыға жолға шығып баратырмын, қазір жолда отырмын. Шамалы сіздерге ақпарат бере кетейін деп отырмын. Осы эмоционалды түрлердің төменде мен сіздерге өзім жазған Word-та файл түрінде жіберемін. Қарап оқып алсаңыздар болады. Сіздерде қандай эмоционалды түр бар, бөлісе отырыңыздар.